сәлем менің арыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде новенький видео, яғни бүгін туториал. Бүгін мен қай туториалды айтайын, яғни бүгін наклейка жасауды үйретемін. Мен осы каналымда наклейка жасау керек, наклейка жасау үйреткен болатын. Бүгін бірақ біз пергамент скотчпен жасайтын боламыз. Яғни оғыны көбісі білет дегенде білмеймін. Білетіндері де бар, білмейтіндері де бар. Енді біз онда бастайық, достар. Сосын бастамай жатып, яғни тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарий жазу дегеніңізде менде комментарий ашылмайды, білмеймін. Ал енді бастайық. Ол үшін ең бірінші маған қағаз керек, А4 қағаз. Маған алдында жоқ болған, енді мама сатып алды. Осындай А4 қағаз керек, яғни қағаз простой. Және де пергамент керек, және де обычный достарание емес, кәдімгі скотч керек. Так, осыны. Мне осындай ұшақ қана нәрсе керек. Бұл жай ұшақ қана нәрсе керек, өте пайдалы. Небәрі 3 сәт. Бірінші мен осы қағазыма сурет салып аламын. Так. Бірінші осы жерге сурет салып аламын. Так. Мен жай ғана осындай просто жай ғана сурет салып аламын. Енді өздеріңіз нормальный сурет саласыздар деген ойдамын. Мен жай сала салдым. Енді тез ету үшін достар, сыртындағы сызығы контуры осы жерден қиып алам деген. Мен сөйтіп контур қалдырам. Өздеріңіз білесіздер, контур қалдырмайсыздар ма, бірақ осы недегі пергаментте контур қалдырам. Соны видеода көрсетсем, яғни түсіндірем ғой өзім. Вот. Так, ендігі мен достар сосын кешім тілінжененге. Так, ендігі мен осы жазу түспен істегім кеп тұр. Так. Ой. Вот хотя бы алынды. Качество нормально болып тұр. Достар, сосын мен тек қана қазір андай влог деппін ғой, андай нелер шығармай кеттім. Вот. Тек қана шорт салып кеттім. Но енді бүгін бір видео түсіріп жатырмын. Хотя бы енді біз 11 күн демаламыз. Так, орақ күшті болайын дептір. Осында екі суретті қасымен сіздің қол контурын сол жерден қиып аламын. Так. Мен қиям қазір. Так. Мына жерден қиып аламын. Мен үстіп қоясыздар. Сіздерге жақсы көрінбей жатыр. Маған ыңғайсыз болып жатыр. Сондықтан болып кетті. Күшті. Мен неге осындай кішкентай сурет сала салғанымды айта салайын. Жоқ, себебі онда ұзақ отыратын.
сағатты 1 сағат отырмын. 1 сағат емес енді шілей отырып қалам да. Осыны кішкентай ғана сала салдым. Енді өздеріңіз андай дұрыстап саласыз деген ойдамын достар сіздерде. Пока что. Хотя біреуін көрсетейін мен. Так. Не осында енді мен кішкентай кусочек пергамент аламын. Кішкене ғана. Көлемінен кішкене үлкендеу аласыздар достар сіздер. Мен көлемінен хотя бы үлкендесе де алдым. Мен осы енді қазір үстін скотчтаймыз. Бірінші наны қоймай тұрып. Осы пергамент бар ғой достар. Енді соның қазір үстін скотчтап істейміз. Ой. Ой, не букета. Мне. Жарты жері мындай қалқасы онында скотчтайсыздар. Хотя. Енді мынандай нелер қалып қоймасын. Осы дәл скотчталған жерге дәл қоямыз. Міне. Вот. Нормально. Енді тағы үстінен скотчтаймыз. Яғни скотч жабыстырамыз. Скотчтаймыз емес, скотч жабыстырамыз. Ой. Енді қиып аламыз. Достар, үлкен андай контур емес, хотя бы кішкентай да емес, үлкен де емес, орташа контур қалдырамыз. Мен бірақ андай дұрыс жабылып жүрсін, үлкен контур қалдырушы едім. Сол кезде қазір енді опыт бар кезде андай істейміз. Вот наклейка дайын. Енді оны любой жерге жабыстыра аласыздар. Мен любой жерге жабыстыра аламын. Может быть, не. Ой. Мен тырнағым жоқ болып тұр да қазір. Сол үшін бір түрлі болып тұр. А вот. Ой. Тырнағым жоқ. Сол үшін жасаламын. Міне қараңыздар. Міне осындай арт жағы да, үсті жағы да жабысқақ болады. Күшті достар. Енді осыны өздеріңіз қалған жерге жабыстырасыздар. Мен мысалы мына жерге жабыстыра саламын деп айтпаймын. Хотя бұл жерлерге қарай жабыстырам. Не. Кажется. Так. Вот. Мына жерге жабыстырдым. Не. Осында күшті сіздерде әдемі наклейка жасай аласыздар. Мен сияқты мысалы мынау тоже наклейка, бірақ кішкенесілері қалып қойған. Бірақ мынау да наклейка, бұл күшті болған тоже. Мынау да наклейка міне, ой. Мынау да наклейка. Мынау да наклейка, бірақ бұл достаране. Мынау тоже достаране. А мынау андай.
болыптыр. Міне, достар, сіздерге осы видео ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока!